Жолбарыс пен тышқанның достығы жайында. Ерте заманда бір жолбарыс бір торғайдың қалың беделінде ұйықтап жатыр еді. Үстінен бірдеме жоғалап жүріп бара жатқанын сезіп, ұйқысынан оянып қараса, тышқан екен. Ұстап алады да тышқанды қысып өлтіретін болып еді. Тышқан сол кезде: «Я тақсыр, арызым бар. Мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз. Білмеген екенмін. Тірі жүрсем, мен де бір қызметіңізге жарармын», деп арызын айтты. Жолбарыс күліп тұрып: «Мен арыстан, сен тышқансың. Қалжыңна ма мынауың? Сен маған қызметке жарамайсың», деп тамаша етіп тұрып: «Қап, бар енді, көреміз», деп тышқанды қоя береді. Тышқан тапқыр қуанып: «Жолбарыс досым», деп жүгіріп ойнап кете береді. Күндердің бір күнінде жолбарыс жортып ойнап жүріп, мойнынан аспан тұзаққа түсіп, шарлық ұрып жылай береді. Тышқан келіп қараса, баяғы өзінің досы жолбарыс екен. Қасына келіп қарап тұрады. Жолбарыс тышқанға қарап: «Лажың бар ма бұған құлар?» деп тышқанына көмек сұрайды. Тышқан тұра жүгіріп келіп, тұзақты қажап қиып кеп жібереді. Жолбарыс тышқан досына қиын күнде іске жараған соң разы болып: «Рахмет досым», деп қуанып, ажалдан айырғанына шат болады. Осындай себептер біреу-біреудің арасынан өтпей қалған емес. Тарихта, халық аузында мынандай мақал бар: ханның ісі қараға түседі, батырдың ісі балаға түседі, байдың ісі кедейге түседі, бәйбішенің ісі түседі, жолбарыстың ісі тышқанға түседі, ердің ісі баз-базанда дұшпанға түсер деген.